мен 7-ші сыныптар арасында биология әлемінде атты сайысымызға қош келдіңіздер. 7-ші сыныптар арасында өткізіліп отырған бұл сайыста биологияға қатысты көптеген сұрақтар беріледі және ойындар ойнатамыз. Түрлі сұрақтармен өздеріңіз орыстайында түрлі жұмыстар жасайсыздар. Жарыс саны ежелден жеңімпазды анықтау, жеңімпаз болу шарты сол, еңбектену жалықпау. Сәт-сапар тілеп бәріңізге, сайысты біз басталып, көрсетіп өнерлеріңізді қалмаңыздар, жазған келе. Бірінші бөлім таныстыру кезеңі деп өтсек. Менің атым Маханов Қайсар, және мен 7-ші А сыныбында оқимын. Менің атым Рысқосова, мен 7-ші А сыныбында оқимын. Менің атым Зелан Бранда, және мен 7-ші А сыныбында оқимын. Менің атым Сыққалиева Жаннұр, мен 7-ші А сыныбында оқимын. Менің атым Жәнібек Ферқанат, және мен 7-ші Г сыныбында оқимын. Менің атым Анатов Марина, мен 7-ші Г сыныбының оқушысымын. Менің атым Рысбаева Назерке, мен 7-ші Б сыныбының оқушысымын. Менің атым Анапеева Еркиназ, 7 Б сыныбында оқимын. Менің аты-жөнім Серік Жания, мен 7 Б сыныбында оқимын. Менің аты-жөнім Шедебаева Елкінur, мен 7-ші Б сыныбында оқимын. Рахмет. Бірнеше сұрақтарды жайлап қойып отырам. Білетіндеріңіз қол көтеріп, жауап беріп отырсаңыздар, иә? Бір сұраққа бір ұпайдан беріледі. Олай болса бастаймын. Алғашқы жасушаны көрген ғалым. Роберт Гук. Жасушаның көбеюіне қатысатын бөлігі. Ядро. Ұшалмайтын құс. Теңіз, пингвин, киви, козлар. Ең үлкен құс. Африкалық страус. Қандай жануар сусыз көп уақыт жүре алады? Жалпы барлық топқа бөлінеді. Енді бізге келесі кезең образға ену деген. Образға ену несінде мен қазір мына жерде бірінші бір сыныптан ғана ортаға шығарам. Сол бір сыныптан қатысып отырған екі оқушы мына жерде мен қорапша бар, соның ішінен қағаз алады да, соның ішінде жазылған ол жануар бола ма, ол өсімдік бола ма, соны өзі атын айтпай образға еніп өзінің қатысушысына көрсету керек. Командаласында, иә? Бірақ ешқандай айтып қоюға болмайды. Айтып қойсақ сөзбен ондаша не істейді? Ұпай есептелмей қалады. Енді біз бірінші 7-ші А сыныбынан бастайық, иә? Балық. Ағыс. Жылан. Дұрыс. Дұрыс. Біздің 7-ші А сыныбының екі оқушысы да өздерінің образдарын жақсы көрсетіп шықты. Енді бізде келесі кезең биологиялық почта деп аталады. Ішінде сөздер тұр. Тамыр бөліміне жататын ішіндегі сөздерді теріп алып конвертке саламыз да апайларға апарып береміз. Уақыт есептеймін қазір. Тоқтатамыз. Бізде келесі анықтама бюросы кезеңі деген. Жаңағы сұрақ жауап сияқты мен айтам, ол сөздердің анықтамасы қажет болады. Қол көтеріп бірінші жауап берген топқа ұпай саны беріледі, 5 ұпай. Мысықтың төлін Марғау. Марғау. Дұрыс. Түйе төлі. Қой төлі. Тірі табиғатқа жатады. Бактериялар.
өсетін, өлетін, соңында тіршілігін жоятын бұл тірі табиғат. Анықтама бюросы кезеңінде осымен аяқталды. Енді келесі кезең ізденіс деп аталады. Өзі менде екі ғана сұрақ. Ізденіс тобында мынандай бір сұрақ. Мен жылуды, ылғалды, жарықты және құнарлы топырақты суды сүйетін дақылмын. Қайнатпам асқазан ауруына қолданылатын тамаша дәрі. Дұрыс. Күріш. Жетінші асылына 10 ұпай. Енді екінші сұрақ. Мені шұжық өндіруде, сүрлеме жасауда, асқа дәм беретін зат ретінде пайдаланады. Тұмау, жүрек жұмысын жақсартатын дәрі ретінде қолданады. Жетінші басының енді біздің келесі бөліміміз 101 жұмбақ деп аталады. Әрбір жұмбаққа 5 ұпайдан беріледі. Тыңдаймыз, асықпаймыз, қол көтеріп қана жауап беруге. Сауыттан мықты шапаны жиырылып кейде жатады. Кішкене ғана бойы бар, айналдырып киген тоны бар. Қарнар қапта не болса, бәрін жейтін ойы бар. Ал келесі, сайқы мазақ қолығы бар, барған жерде ұрлығы бар. Ағашта жақсы тұрады, тұмсығын алмай ұрады. Келесі кезең, білімді тұрады жасыр, болашақ әлемге жол ашып, дарынды мекенін танытар шешендік кезеңі жол ашып. Қазір мен сіздерге тәттілер таратамын. Ол тәттілер жай тәтті емес. Тәттілердің артында сөздер жасырылған. Сол сөздерге өздерінің шешендік өнерлеріңді салып, мағлұмат беріңдер сол туралы. Мақал материал айтсаңдар да болады. Жаңағы өлең жолдарын оқысаңдар да болады. Жұмбақ ретінде айтайын. Онсыз еш өмір өтпейді, адамдар оны жемейді. Ащы 12 жыл өседі, оны жәндіктер жемейді. Және ол адамды оны ашқанда адам жылайды. Жуар, яғни пияз. Оны бәрі киеді, немесе вирус кіреді. Бетперде. Оқушылар, міне бізге берілген уақытта өз мәресіне таяп қалды. Біз әлі талай сайыстар, өнерлерің өрлей берсін қайыспаңдар. Ойлы орта кеңесін күннен күнге өскен елдің жұртынан қалыспаңдар. Енді бүгінгі сайысымызды қорытындылау үшін мен пән бірлестігінің мүшесі Мамбетова Светлана апайға сөз беруге. Жақсы балдар, бүгінгі кеш сондай тамаша болды. Осы кешті ұйымдастырып жатқан апайға, сіздерге де көптен көп рахмет. Сондай тамаша сайыс болды, балдардың дайындығы өте жоғары деңгейде екенін көрдік. Ол сайыс, сол үшін енді жинаған балдарыңызға сіздердің марапаттарыңыз. Биология, химия, география пәндері апталығында биология әлемінде атты танымдық сайыста бірінші орын алған 7-ші А сыныбы марапатталады. Алдағы уақыттары биология демей, тағы да басқа пән демей, барлық пәнге бірдей естуіміз керекпіз. Жақсы дайындықпен жүріп, осындай көптеген сайыстарға қатысып, тек қана жүлделі орындарды алып, тек қана биіктерден көрініп жүре берейік. Қатысқандарыңызға үлкен рахмет. Осы кеш-жара өте керемет өтті. Осы сайысқа қатысқанымызға қуанамыз және осы екінші орын бізге біздің біліміміз және апайлардың бізге айтқаны үшін және осы біздің Жұлдыз апайымыздың арқасында келді. Осы сайыс өте керемет өтті.
мен осы сайыстан білімімді жоғарылаттым. Маған бұл сайыс өте қатты ұнады. Сыйлыққа біз ұстаздарымызға осындай оқу құралдарымен және де біз 3-ші орын грантысын қалдық.